Қайырлы күн балалар, бүгін дара және күрделі сын есіммен танысасыңдар. Сендер осы сабақта дара және күрделі сын есімдерді ажыратасыңдар. Тақырыбы бойынша мәтіннің мазмұнын болжайсыңдар және қатені түзетіп жазатын боласыңдар. Ал сендерге сабақ беретін Гүлзина Жақсылық. Алдымен сын есім деген дара және күрделі болып құрылымына қарай екіге бөлінетінін біліп алыңдар. Дара сын есім бір сөзден жасалады, ал күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден жасалады екен. Әрі қарай осы тақырыпты бекітетін жаттығулар орындаймыз. Алдымен өткен сабақтарды еске түсірейік. Зат есім деген не? Етістік деген, сын есім дегеніміз не еді? Жалқы есім, жалпы есім, дара етістік пен күрделі етістікті есіңе түсіріп ал. Сосын бірінші жаттығудағы кестедегі сөздерді оқып көр. Мынау дара сын есімдер, дара сын есімдер барлығы қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Ақ, қара, жасыл, сүйір, үлкен, барлығы бір сөзден жасалған сын есімдер. Бұлардың барлығы дара сын есім. Сен өзің бір сөзден тұратын сын есімдерді мына кестеге жазып көр. Ал енді күрделі сын есімдерге қара. Ақ ала екі сөзден құралған. Қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Қара торы, сары ала. Қандай? Сары ала. Бұл сөздер екі не одан да көп сөздерден құралса, бұл сын есім күрделі сын есім болады. Енді ережені мұқият оқып, есіңе сақтап ал. Дара сын есім бір сөзден тұрады, ал күрделі сын есім екі не одан да көп сөздерден тұрады. Күрделі сын есім құрамындағы сөздер бөлек жазылады. Осыны есте сақтап, жаттығу орындағанда есіңе түсіріп ал. Сосын тағы да қосымша мәлімет білгің келсе, YouTube'дан осы сілтеме арқылы көрсең болады. Екінші жаттығуда барлығымыз мына мәтінді оқып көрейік. Ең алғашқы ұшу құралы қандай болған деген тақырыпқа қарап, мәтіннің не туралы болатынын болжай аласың ба? Ең алғашқы ұшу құралдары туралы бізге мәлімет айтқалы тұр, оқып көрейік. Ең алғашқы ұшу құралдары қандай болған екен? Адам баласы ерте заманнан ақ жан жағында ұшып жүрген құстарға, аспанда қалықтап жүрген бұлттарға қарап, солар сияқты ұшуды армандаған. Ұшу туралы неше түрлі аңыздар мен ертегілер ойлап шығарған. Қазақ ертегілеріндегі ұшқыш кілем де соның бір көрінісі. Адамдар ең алғаш ұшу құралы ретінде әуе шарын ойлап тапқан. Ол ыстық ауамен толтырылып, сол арқылы көкке көтерілген. Кейіннен дирижабль деп аталатын ұшу құралы жасалған. Ұшу аппараттары туралы тағы да білгің келсе, энциклопедиялардан оқып білсең болады. Енді ең алғаш адамдар ұшу құралын қалай ойлап тапқан екен? Оған біз кинолентаға кадрлар жасап көрейік, сюжеттер. Ең алғаш адамдар құстарға қарап ұшуды армандаған. Сөйтіп өздері неше түрлі ертегілер құрастырған. Ұшатын кілемдерде отырып, бір қаладан екінші қалаға, бір ауылдан екінші ауылға тез жетуді армандаған. Сөйтіп құс сияқты ұшқысы келіп, ұшақты ойлап тапқан екен. Ең алғаш мына әуе шарын ойлап тапқан. Оның ішіне ыстық ауаны үрлеп, сол арқылы ұшып көрген. Кейін соған ұқсас дирижабль, одан кейін ұшақтар құрастырылған. Енді осы мәтінде сын есімдер бар. Сын есімдер тауып көрейік. Олардың дара немесе күрделі екенін ажыратып көрейік. Мәтінде ұшқыш кілем туралы айтылады. Қандай кілем туралы армандаған? Ұшқыш кілем. Әуе шар деген сөз бар, сөз тіркесі. Қандай шар? Әуе шар. Қандай ауа? Ыстық ауа. Ыстық, әуе, ұшқыш деген сөздер осы мәтінде дара сын есімдер болып тұр. Енді сергіту сәтін жасаңдар, бір-бірлеріңе көрсетпей, мына шекелеріңе әртүрлі кейіпкерлердің немесе көкөніс жемістердің суретін өзің көрместен шекеңе тағып, досыңнан сұрап көр. Мен кіммін? Немесе мен немін деп сұрайсың. Ал досың сол затты сипаттайды. Досыңның сипаттауына қарап, сен шекеңде тұрған суреттің не екенін тауып ойнап көр. Әрі қарай жаңылтпашты оқыңдар.
жаңылтпашта қателер бар. Ұшақ ұшса ұшар, ұшақ ұшса ұзақ ұшар. Қай сөзде қате көріп тұрсың? Құс-ша және ұш-са деген екі сөзде екі ш қатар естіледі, бірақ жазғанда с мен ш өз орындарында жазылу керек. Қатені түзеп, көшіріп жазып көр. Сосын ребусты шешейік. Қарға деген сөзде соңғы екі әріпті алып тастаса, қар деген сөз қалады. Нау лақ деген сөздің ортасындағы бір әріпті қалдырамыз да, екі шетіндегі екі әріпті алып тастасақ, а деген әріп қалады. Жаңағы қар деген сөзге аны қосқанда қара деген сын есім шықты. Бұл дара сын есім. Себебі бір ғана сөзден жасалып тұр және қандай деген сұраққа жауап беретін сөз. Мен қара киім, қара аяқ киім сатып алдым деп сөйлем құрастырдым. Ал сен қара деген сын есімге қандай сөйлем құрастырдың? Достарыңа немесе өзің мұғаліміңе құраған сөйлеміңді оқып, қара деген сөздің сын есім екенін дәлелдеп көр. Сосын мына сілтемеге өтіп, мына ойынды ойнап көруге болады. Мына жерде бірнеше сын есімдер берілген, оларды сен өз бағанды дара болса дара сын есім деген жерге, күрделі болса күрделі сын есім деген жерге жинақтайсың. Ащы, қып-қызыл екі сөз, бидай өңді екі сөз, барлығы қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Қара торы ат, бидай өңді қыз, қып-қызыл көйлек, аса көрікті адам, немесе аса көрікті қыз, ажарлы қыз, көк аспан, ащы тұз, сұлу қыз. Ал тексеріп көрейік. Өте жақсы. Осы сілтеме арқылы ойнап көр. Сонымен балалар, сендер бүгін дара және күрделі сын есімдерді ажыратып, қатені тауып түзетіп, сын есімнің дара және күрделі болатынын білдің. Саған сабақ берген Гүлсина Жақсылық.